Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен өте дәмді болып шығатын сенкерс пирогын дайындаймыз. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен заттарын дайындап, қамырымызды да жасап аламыз. Жұмыртқамызды, қантымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Алдын ала ерітілген сары майымызды саламыз, какао порошогымызды саламыз, қопсытқышымызды саламыз, араластырып аламыз. Енді ұнымызды салып, қамыр жасаймыз. Міне қамырымызды осылай алдын ала қасықпен, қолмен жақсылап илеп алдық. Енді оқтаумен дөңгелекше етіп жайып алдық. Енді ыдысымызға қамырымызды орналастырып, әдемі етіп біркелкі тегістеп шығамыз. Алмасын дайындағанша тоңазытқышта ұстаймыз. Енді ыдысымызға қойытылған вареный сгущенкамызды саламыз және дайын тұрған арахисімізді салып, жақсылап біркелкі болғанша араластырып аламыз. Міне араластырып дайындап қоямыз. Енді тоңазытқыштағы қамырымызды шығарып, ішіне салмасын саламыз. Оны да тегістеп салып, пеште 180 градусқа 30-35 минуттай ұстаймыз. Міне біздің пирогымыз пісіп шыққанша біз үстіндегі шоколадын дайындаймыз. Ол үшін бізге шоколад, сары майды жақсылап водяной баняда ерітіп аламыз. Майдаланған арахисімізді қосып, жақсылап саламыз. Енді суып дайын болған пирогымыздың үстіне құйып, біркелкі толықтай әдемі етіп жағып аламыз. Пирогымыздың бетіндегі шоколад қатуы үшін біз тоңазытқышқа салып аламыз. Пирогты тоңазытқышта 2-3 сағаттай ұстадым. Беті толықтай қату үшін. Сіздер де осы рецептпен жасап көрсеңіздер болады. Өте дәмді әрі жұмсақ болып шығады. Видеоны соңына дейін қарасаңыздар, лайк басып комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Әлі алда көптеген рецепттер шығады. Сол үшін менің YouTube каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Жансұлу.